Армысыздар, ардақты әлеумет К+ арнасында Қазақстан жаңалықтары. Жаңалықтармен таныстырады мен Мақсат Қабдолла. Сонымен бүгін көретіндеріңізді алдымен қысқаша баяндап өтейік. Ішкі істер министрлігінің ісі сотта қаралады ма? Үлескердің үйсіз қалу үрейі басым. Астана мен Алматыда олардың белсенділігі арта түсті. Келген ізіңмен кері қайт, біздегі заң ауыл баласын қалаға жолатпайтын болады. Астаналық үлескерлер жаппай аштық жарияламақшы. Бүгін олар бұдан былай нақты әрі қатаң шараларға дейін баратындықтарын мәлімдеді. Және мұндай қадамға үкімет өзі итермелеп отыр дейді. Енді олар әр айдың 6-шы күнінде шеру ұйымдастыратын туралы болды. Үлескерлердің шамына тиіп отырғаны бір үлескерге бір пәтерден артық үй берілмеу туралы қаралып жатқан қаулы. Үкімет бізді әбден тығырыққа тіреді, және билік өз әрекетінен бізді түрлі наразылық шараларына итермелеп отыр дейді астаналық үлескерлер. Алдағы уақытта олар аштық жариялайтын болды. Оны сыртқы саясат ведомствосы басшыларының саммитіне орай ұйымдастыру көзделген. Оның үстіне бұл наразылық шарасы жыл соңына дейін өтетін мемлекет басшыларының саммитіне дейін созылатын болды. Үлескерлер премьер әкесінің ақша талап еткен кәсіпкер әйел сияқты крандарға шығу заңсыз екендігін біледі, бірақ қажет болса оған да әзір көрінеді. От начала саммита с 22-го, накануне саммита с 22 июня и 22-сі саммит басталған күннен бастап, желтоқсанға дейін аштық жариялаймыз. Біз осыған мәжбүрміз. Егер одан нәтиже болмаса, үкімет пен мемлекет біздің әрекетімізге құлақ аспаса, онда сол крандарға да шығуға тура келеді. Нуждены будем и освоить краны. Ал алматылық Елімай Енисей даласы кешендерінің үлескерлері 12 маусымда наразылық шеруін өткізді. Баспана кілтін қолға ұстатамыз деген Казкоммерц инжиниринг пен Алматы әкімдігі әрекетсіздік танытып отыр. Өздері арнайы ұйымдастырған брифингте үлескерлер осындай мәлімдеме жасады. Үлескерлерге коттедж қалашығын салып беруге тиісті Казкоммерц инжиниринг серіктестігі 4 жыл бойы құрылысты аяқтай алмаған. Үлескерлер күдер үзген соң, Елімай Енисей даласы кешені құрылысын бітіруді Алматы облыстық әкімдігі өз мойнына жүктеген. Алайда Казкоммерц инжинирингтің әкімдікке құжаттарды өткізбеуі сөзден іске көшуге мүмкіндік бермей тұр. Наш недобросовестный застройщик, то Казкоммерц инжиниринг. Біздің арсыз құрылыс жүргізушіміз Казкоммерц инжиниринг пен әкімдік жіберген Жетісу жаңа құрылыс серіктестігі алдап келеді. Үкіметтің үлескерлерді қолдау туралы заңы мен біздің жиналыста келген ортақ шешімімізге мойынсынбай, қарапайым халық мүддесін елеусіз қалдырып отыр. И игнорирует мнение простого народа. Ашынған үлескерлер әкімдік жедел келісім жасап, құрылысты жүргізудің орнына серіктестіктің ыңғайына жығылып, тағдырымызды тәлкекке салуда дейді. Ал мән-жайды түсіндіріп, сұхбат беруге уәде еткен әкімдік өкілі артынша тығыз шаруадан уақыты жоқтығын айтып, сұрағымызды жауапсыз қалдырды. Үлескерлер брифингті арнайы талаптарымен аяқтады. Олар әкімшіліктің құрылыс жұмысын жеделдетуін, қауіпсіздік комитеті, қаржы полициясының Казкоммерц инжинирингті жауапқа тартуын, бас прокуратураның айыптыларды тегіс анықтауын сұрап отыр. 10 күн ішінде талаптар орындалмаса, 1000-нан аса үлескер 12 маусымда наразылық шеруін өткізеді. Айтуларынша, оларға өзге де ақша салып, үйге қол жеткізе алмай жүрген өздерімен тағдырлас азаматтар да қосылады. Жаппай қарсылық көрсетуден басқа еш амал жоқ дейді жиналған топ. Дольщики сегодня доведены до предела. Қазір үлескер қатты ашынған. Олар кез келген наразылық шарасын ұйымдастыруға дайын. Біздің қазір басқа амалымыз қалмады. Вплоть до крайних мер. У нас нет другого выбора. Әсел Керімбай, Тоқмолда Құсайынов, Алматы, Қазақстан. Республика Live Journal интернет сайттарына қатысты сот отырысы кезекті рет кеңге игерілді. Еркін интернет үшін атты компания мүшелері сайттарға тосқауыл қойған ақпарат және байланыс министрлігі деп айыптап оларды сотқа берген болатын. Естеріңізде болса, осыған дейін аталған ұйым өкілдері сайттардың тежеуіне кінәлі деп Қазақтелеком компаниясын айыптаған болатын. Өз кезегінде компания басшылары тосқауылға ешқандай қатысы жоқтығын айтып ақталған. Еркін интернет белсендісі Евгения Плохина істің арды насырға шаппай, бұл істі тезірек шешілу керек дегенді айтады. Ал бүгінгі сот отырысында министрлік өкілдерінің келмеуін ол былайша түсіндірді. Мен ойымша министрлік біз жолдаған арыздарды қалай қарайтындығын білмейді. Тек қана арыздарды ғана емес, сонымен қатар интернет жүйесіне заңдарды қалай енгізу керектігін де білмейді.
Еңбекшіқазақ ауданына қарасты Бартоғай су қоймасы басшылығы суармалы судың жаңа тарифін енгізді. Ескі баға мен жаңа баға айырмашылығы 4 есе. Су қойма басшылығының бұл әрекеті онсыз да шығынға белшесінен батқан шаруалардың наразылығын тудырып отыр. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданына қарасты Ақсы ауылының диқандары Бартоғай басшылығы суармалы судың тарифін жыл сайын көтеретіндігін айтады. Мәселен, 2008 жылы 1 гектар жерді суару үшін шаруалар 2300 теңгеден төлесе, 2009 жылы бұл баға 4550 теңгеге дейін көтерілген. Ал биылғы жаңа тариф жүйесі бойынша баға 6000 теңгені құрайды. Су қойма басшылығының мұндай өктемдігі шаруалардың ызасын тудырып отыр. Егер басшылық су бағамын өзгертпеген жағдайда, мәселені қырғызша шешуге дейін барамыз дейді. Бұл енді су Алла тағаладан жаңбырдың суы ғой енді бұл. Бізге Құдайдың берген. Енді сол суды да жылдан жылға неге бағасы көтереді? Естеріңізде болса, осыған дейін Шелек ауылының тұрғындары Бартоғай басшыларының үстінен арызданған болатын. Ол кезде мекеме басшылары су тарифінің өсуін су қоймадағы күрделі жөндеу жұмыстарымен байланысты сылтауратқан еді. Алайда диқандар басшылықтың бұл сөзіне сенбейтіндігін айтып, Бартоғай су қоймасының басшылығы өздерін арнайы келісімшартқа қол қоюға итермелейді дейді. Арнайы келісімшартқа қол қою керек. Келісімшартқа қол қойылмай су берілмейді дейді. Қарасу үшін атасының құнын сұраған су қойма басшылары өз әрекеттерін қос тарапқа екі түрлі түсіндіреді екен. Тарифті көтеруге су қойманы жөндеу жұмыстарына жұмсалатын қаржының тапшылығынан бардық десе, екінші жаққа егін суаруға арналған Кіші Шелек өзенінің арнасын өзгерттік дегенді айтады. Шерния Шағатай, Бауыржан Адырсов, Алматы, Қазақстан. Ресейде айырылып қалған активтерімізді қайтарып алу үшін БТА банкіне сол елден ірі серіктес қажет. Мұндай мәлімдемені бүгін еліміздің бас банкері Григорий Марченко жасады. Сонымен қатар ол БТАға лайықты серіктес бола алатын мекемелерді атын атап шықты. Олардың қатарында Сбербанк, Внешторгбанк және де Казпробанктар бар. Марченконың пайымдауынша тек ресейлік серіктестер ғана айырылған қалған активтерді қайтаруға көмектесе алады. Ал осы аптада Самұрық-Қазына ұлттық қоры төрағасы Қайрат Келімбетов БТА банкты Сбербанкке сатуға байланысты келісімсөздердің маусым айының ортасында басталатындығын айтқан болатын. Марченконың келісімін орын алған жоққа шығарған жоқ. Әзірге БТА банкта қаржылық қайта құрылым ғана бітті. Сол себепті екі жақ тек күзде ғана ымыраға келуі мүмкін дейді. Ал Внешторгбанк пен Казпробанктың БТАны сатып алуға байланысты ұсыныстары жайлы сөз бола қойған жоқ. Я неоднократно говорил, и эта позиция была правильное руководство Сбербанка, что они не начнут... Мен талай рет айтқам, Сбербанктың ұстаған позициясы дұрыс деп. Олар борыштар бойынша қайта құрылымдау аяқталып бітпейінше ешқандай да келіссөз жүргізбейді. Барлық заңды құжаттарға қол қойып сот шешімін алу керек. Сондықтан Самұрық-Қазына, Сбербанк немесе басқа дәулетті стратегиялық инвестор келіссөзге келсе оның қисыны бар. Самұрық-Қазына и Сбербанк или еще какой-то потенциальный стратегический инвестор сейчас начнут переговоры, это вполне разумно.